қанжары, қалаша, бердеңке, малтаға барлығы салынып суреттелген, іші боялған, бояуын көрсетіп жібер. Іші боялған, ғажап сол замандағы бояулар менен жардың бәрі бояу болған. Бірнеше ғасыр болды, мына төбеден жаңбыр аққанның кесірінен осындай болған. Енді мына шеке тайпасынан тарайтын ағайындарға өтініш, мынандай қолда бар жауһарды сіздер жоғалтып алмай, осыны келешекке сақтауға тырысыңыздар. Бұл жоғалып болмаса құлап кетсе, бұл мәңгіге қайтып келмейтін, бұл көне ескерткіш. Мына құлпытасын көрсетші, мына құлпытастар қалай жасалған, әріптері қалай айқын жазылған. Бұл әріптер үш тілде жазылған, аса сауатты адам жазған, бұны өте сауатты адам жазған. Өзім таңғалып тұрмын, өте күшті жазылған. Ана астында өздерінің таңбасы тұр. Масқара, енді айтатыны жоқ. Енді сіздерден өтініш, Қаракесек ағайындар, мынандай қолдарыңызда байлық бар да, әрқашанда осындай байлықты сақтауға тырысыңыздар. Кеше мен Қарасақал әулиеге барғанда, жалпы жатқан Қаракесектен 200-дей адамы жатыр сояқта. 200-дің үстінде адамы жатыр Қарасақал әулиенің басында. Олар да әйгілі тамдар, әйгілі өте жақсы қойылған құлпытастар, адам таңғалатын құлпытастар бар ішінде, және де өте көркем, және бір сарында ойылған кірпіштер, ол жаңағы қалай болып, оны қашалғанын қайдан білейін, сондай болып қашалып, өте сол заманның адамдарының мәдениетінің жоғары болғаны, қазақ салтының сақталғаны, және қазақы дәстүрдің жоғалмағанын көрсетті. Енді сіздерге тілерім, ауызбіршіліктерің ұзағынан болсын. Құрметті Қаракесек ағайындар, осы сіздердің, осы мына аталарыңызды тауып берем деп, осылай болып шапқылап ауылдан шықтым. Мені шақырған осы Қаракесектің жігіттері, Тураби менен мына Бекжан деген жігіт, және Мұрат деген жігіт бар мына қасымызда, Біржан деген бар қасымызда. Енді осы жігіттердің анесі ерекше, енді ықылас ниеттері, сондай. Енді бұл біздер осыдан 200 жыл бұрынғы тарихты бірінші адам болып біз ашып тұрмыз. Өйткені соның бәрін бірінші адам болып ашып тұрмыз деп тұрған себебім, кеше Қарасақалдағы толайым қына басып кеткен, осыдан 200 жыл бұрын болған қына басып кеткен құлпытастар невозможно оқу. Солардың барлығын темір шеткімен қырып, олардағы жатқан Әлжан аталығы, жаңағы Жолан аталығы, мына Шеке аталығы, Айма тайпалары, тағандай бар еді, Жылқайдар аталығы, олар бір бөлек жатыр, Шекелер бір бөлек жатыр. Елбайлар бар ғой, Бердібайлар бар, Бердібай, осындай Жолан, бүкіл барлығын оқыдым. Бүкіл барлығын оқыдым. Ашылмаған тарихты ашып жатырмын. Енді оған себепші отқан мінекей мына Қаракесектің өздерінің жігіттері жағдайымды жасап, осындай қылып құрметтеп жатыр. Көп рахметтен басқа айтарым жоқ бұл жігіттерге де. Әрқашанда осылай аталарыңды төбелеріңізге өтеріп, осылай қылып жүріңіздер. Сіздерге басқа не тілеймін енді. Алла ауызбіршілік берсін.